Қайырлы таң, қымбатты көрермен, эфирде әдеттегідей айталық айдары сіздермен мен Зарина Рахметова. Бүгін біз еліміздегі цифрландыру бойынша медицина саласындағы жетістіктерге тоқталамыз. Бала сүюді жоспарлаған ата-аналар үшін эмбрионның қалай дамитынын көру маңызды сәт. Елордадағы емханалардың бірінде бұл енді таймлапс технология арқылы бақыланады. Ол эмбрионды инкубатордан шығармай-ақ дамуын мыңдаған микрокадр арқылы түсіретін арнайы камера жүйесі. Ерекше әдіс табиғи қалпын бұзбай, тұрақты температура мен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ең бастысы, эмбрионға еш әсері жоқ. Стандарт әдістерде эмбриолог ұрықты инкубатордан шығарып тексереді, ал таймлапс мұны толығымен автоматтандырады. Бұл инкубатор әр 5-10 минут сайын эмбрион өсіп жатқанын түсіреді, соңында эмбрионның өскенін фильмі шығады. Және де осы таймлапс системаның ішінде жасанды интеллект қосылған, әр дамытылған этаптары тексеріліп, бізге соңында жаңағы эмбрионның өсуі бойынша 5-6 күні бал беріледі. Ұрықтанғаннан кейін біз 5-6 күнге дейін өсіреміз. Ал енді біз күні бойын қарай алмаймыз ғой. Жаңағы таймлапс система жаңағы жасанды интеллектпен бірге ол 24 сағат бойы қарайды, біз көрмейтін нәрсені көреді. Бұдан бөлек клиникада NGS әдісі арқылы эмбрионның барлық 23 жұп хромосомасын толық тексеретін ең заманауи генетикалық талдау жасайтын құрылғы орнатылған. Ол жартылай жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс істейді. Бұл әдіс генетикалық ауытқуларды ерте анықтап, дені сау эмбрионды таңдауға мүмкіндік береді. NGS әлемнің жетекші клиникаларында қолданылатын технологиялық әдіс. Енді бұл құрылғы біздің елімізде де қолжетімді. Мамандар бұған дейін мұндай сараптамаларды көрші елдер арқылы жасап келген. Енді отандық медицинада іске асып, уақыт үнемдеуге көмегін тигізіп отыр. ДНК-ны дайындап болғаннан кейін біз роботқа дайын пациенттердің ДНК-ларын саламыз. Бұл робот протокол бойынша проба подготовкасын істейді, және де жаңағы специальный чип бар. Дайындалған ДНК-лар чипқа енгізіледі. Сол чипта әр ДНК әріп бойынша ақпарат беріледі. Сол ақпаратты біз специалист ретінде талдаймыз. Сонымен қатар клиникада өтініш жүйесі іске қосылған. Ол биоматериалдарды шатастырып алмауға көмекші құрал. Яғни әрбір жасуша мен эмбрионның электронды куәлігі деп атасақ та болады. Жүйе бар ақпаратты жылдам өңдеп, қор жасақтайды. Материалдың нақты қай науқасқа тиесілі екенін растап отырады. Мен де әзірге осы, келесіде бұдан да қызықты ақпараттар айтам.